Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құйып аламыз. Оның үстіне дрожж және қант саламыз. Және де татымына қарай тұз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құямыз. Қасықпен араластырамыз. Осындай масса шыға бастағанда қолмен илейміз. Тестамызды жақсылап илеп аламыз. Тестамыз дайын. Ыдысымызға сұйық май жағып, оның үстіне тестамызды саламыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген тестамызды осылай илеп аламыз. Екіге немесе 3-ке бөліп аламыз. Қолдың көмегімен осылай пішінін жасап шығамыз. Шанышқымен тесіп шығамыз. Кез келген соустың түрін қолдансаңыздар болады. Салмасын өз қалауларыңызша салуларыңызға болады. Духовкада 220-250 градуста пісіріп аламыз. Пісуіне 10 минут қалған кезде бетіне сырды сеуіп шығамыз. Пиццамыз дайын, өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер.